Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ болып шығатын, ересектердің де балалардың да сүйіп жейтін тәттісі, бал қосылған торттың рецептісін ұсынамын. Бір қуантатыны, бұл тортта денсаулыққа зиян заттар мүлдем қосылмайды. Жасалу жолы өте оңай және тез. Кастрюльді орташа отқа қойып, қант, сары май, балды қосып, толық ерігенше араластырамыз. Соданы қосып, массасы ұлғайып, ағарып және түсі өзгергеннен кейін оттан алып, суығанша араластырамыз. Және осы сұйық массаға жұмыртқаны қосамыз. Тағы да аздап араластырып, шетінен қамыр қатайғанша ұнды қосатын боламыз. Қамырды қолымызбен жұмсақ қылып илейміз. Және 8 бөлікке бөліп, әр бөлігін пласт қылып оқтаумен жаямыз. Пласт қылып жайып болғаннан кейін, мен диаметрі бірдей болу үшін крышканы алып шет-шетін кестім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Кеспей салсаңыздар да болады, піскеннен кесіп аласыздар. Және үстін вилкамен тесіп, пергамент төселген формаға духовкаға 180 градуста 5 минуттан пісірдім әр қоржықты. Менде 9 қоржық шықты. Енді кремін дайындаймыз. Қаймақты аздап миксерлеп, оның үстіне сгущенка қосамыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Менде крем сұйық болғандықтан мен загуститель для сливок қостым. 2 пакетик қостым, 18 грамм. Тағы да жақсылап араластырып, крем кішкене қоюланды. Осы креммен әр қоржықтың үстіне жағып, торт жасайтын боламыз. Негізі басқа крем түрлері де көп, басқа крем қолдансаңыздар болады. Бірақ мен байқағаным, осы креммен жасаған кезде қоржықтар өте жұмсақ болып шығады екен. Бисквит тәріздес болады. Дайын тортты 1-2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Торттың сыртын әсемдеу үшін печеньені үгітеміз. Мен блендер арқылы үгітіп алдым. Негізі салафанға салып, оқтаумен үгітсеңіздер де болады. Торттың үстіне жаңағы үгітілген печеньенің бөлшектерін сеуіп, шет-шетіне жабыстырып, дайын тортты тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қоямыз.